Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Күз-қыс айларында денсаулығыңызды нығайтуға, иммунитеттеріңізді көтеруге керемет дәруменнен жасалған смес дайындайтын боламыз. Қажетті заттарымыз грек жаңғағы, мейіз, қара өрік, осылай қалаған дәнек түрлерінен пайдалансаңыздар болады, қалаған жаңғақ түрлерінен пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен осылай жақсылап жуып кептіріп алған жаңғақтардан бастаймын. Ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізген соң өте жегенге ыңғайлы, майдаланып жақсылап шығады. Мінекей осылай қара өрігімізді де ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Қара өріктің де денсаулыққа пайдасы өте күшті. Асқазан, ішек жолдарында сіздерде іш қату болатын болса, осы қара өрікті көптеп пайдалансаңыздар, көптеп жесеңіздер, өзінің пайдасын беретін болады. Осылай грек жаңғағымызды да осылай ет тартқыштан жақсылап өткізіп алатын боламыз. Бұл витаминнен жасалған сместер деп атасақ та болады, яғни бұның құрамында небір минералды, денсаулыққа пайдалы дәрумендер бар. Бұл жаңғақтардың құрамында дәл осы реттілікпен ет тартқыштан барлық қажетті заттарымызды осылай өткізіп алатын боламыз. Мейіздің де денсаулыққа пайдасы өте керемет. Қаназдық болатын болса сіздерде осылай мейізді де көптеп қоссаңыздар болады. Мейізді де ет тартқыштан өткізіп, қалауыңызша лимон қоссаңыздар болады. Мен 4 тілім лимонды ғана алдым. Себебі қатты қышқыл болып кетсе де балаларға ұнамай қалады деп ойлап, осылай лимонды аз мөлшерде қосып жібердім. Енді мінекей қалауларыңызша бұдан да көп бал қоссаңыздар болады. Осы 200 немесе 170-200 грамм осылай балды қосып, енді жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап балға араласып, өзі керемет формасын сақтайтын болады. Мінекей жақсылап осы жаңғақ түрлерін балымызды қосып болған соң жақсылап араластырып, біріктіріп алатын боламыз. Барлық жерін араластырып, бір-бірімен араласып, бір-біріне дәрумендері сіңіп, өте керемет өзінің формасын сақтап тұратын формаға келгенше жақсылап араластырамыз. Бұл витаминнен сместі жасап қойсаңыздар, балаларыңыз тәттіге тәбеті жабылатын болады. Себебі конфет сұраған кезде осы дәруменді берсеңіздер, денсаулықтарына өте пайдалы, иммунитеттерін көтеруге өте пайдалы бұл. Себебі бұлай жаңғақ түрлерін балалары жей бермейді. Осылай майдалатып өткізіп жасап қойсаңыздар, балаларға да, үлкендерге де өте керемет дәрумен. Мінекей дәл осылай бетін жауып, тоңазытқышқа немесе бөлме температурасында сақтасаңыздар болады. Ұзақ уақытқа дейін өзінің дәмін өзгертпей, бұзбай, ұзақ уақыт сақтауға өте қолайлы. Мінекей осылай қасықпен алып, аш қарынға, балаларыңызға, өздеріңізге таңертең, түскі астың алдында, кешкі астың алдында осылай тұтынып отырсаңыздар, сіздердің денсаулықтарыңызға, иммунитеттеріңізге өте пайдалы. Мінекей осылай құрт тәріздес етіп, түрлі формаларға келтіріп, балаларға қызықтырып ұсынсаңыздар да болады. Мінекей керемет біздің дәруменге өте бай смесіміз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Өздеріңіздің қалаған жаңғақ түрлерінен тағы да қосымша етіп жазсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып қолдап өтсеңіздер